Stories Instagramның фото және 15 секундтық видео салуға болатын қосымша функциясы. Жасалған публикациялар 24 сағат сақталып, автоматты түрде өшіп отырады. 2016 жылдың 2 тамызында Instagram желісінде Stories қосымша функциясы пайда болды. Түрткі болған ол Snapchat қосымшасы. Snapchat қосымшасында 2013 жылы қолданушының тап осы сәтте не істеп жатқанын көрсете алатын, сонысымен көпшілікке қызықты сұранысқа ие болады. Және Stories бөлімі пайда болады. Қолданушылар көптеп тіркеліп, Snapchat'ты қызықтай бастағанда, Instagram Stories'ді шығарып, бәсекелесіне қарсы тұрады. Stories неліктен сәтті дамып келеді? Stories'де негізгі лентаға салатын публикациялықтай қысым жоқ. Суреті керемет, әдемі қылу, ұзақ уақыт өңдеу, оны тек жақсы жерлете түсу шарт емес. Қолданушы бір тәулікке ғана сақталатын сурет видеоларға жеңіл қарайды, шынайы өмірін бөлшегін көрсетуге қысылмайды. Яғни, сіз Stories'де өзіңіздің шынайы өміріңізді закулисье деген, мысалы, өміріңізді немесе жұмыс жерлеріңізді, магазин болса, магазин бутиктарыңызды көрсетуге болады. Және ешқандай оны өңдеу қажет емес, шынайы өмір Stories'де. Stories көбінесе Instagram камерасымен түсіріледі. Видео сапасыз, камера дәлдеген, горизонталь немесе вертикаль түсірілген болуы мүмкін. Бірақ Stories'і қолданушы смартфонмен қарайтын болғандықтан видео сапасына мін таға бермейді. Ол шынайы өмір, сондықтан көп ешқандай мін тағылмайды. Stories'ді қарау ыңғайлы, тез сырғыты парақтауға болады. Қызықты болса бірнеше рет көруге ұстап тұрып асықпай қарауға болады. Stories'де фото мен видеоны өңдеуге арналған инструменттер көп. Алысқа ұзамай сол жерде стикерлер, гиф-анимация, наклейка, тағы басқа сол Stories'дің ішінде қосуға болады. Яғни, Stories'ді қарау ыңғайлы дегенде, оны сіз білетіндей бармағыңызбен басып алдына қарай жүре бересіз, және үстіне қарай бассаңыз, Stories'дің артына қарай кетесіз. Және бармағыңызбен ұстап тұрсаңыз, ол сол жерде бір жерде тұрады. Яғни пауза ретінде тұрады. Instagram бұл қосымшасын дамытып отырады. Яғни ол Stories'дің бір обновлениясы, жаңа бір версиялары, жаңа бір функциялары қосылып отырады. Соңғы уақыт ішінде ғана маскалар, сауалнама, тест сұрақ қою, жауап беру, басқа парақшаның Stories'ін бөлісу, сосын сондай Stories'іңді достарына жіберу, тағы басқа функциялары енгізілді. Архивация. Ол 24 сағатта өшіп қалған суреттер, видеолар архивте сақталады. Кез келген уақытта шығарып алу мүмкіндігі бар. Және Stories Highlights актуальны арқылы қажетті қызықты ақпараттарды жеке папка етіп жинақтап қоюға болады. Яғни астындағы дөңгелекше хайлайтстарға, иконкаларға, енді вечный лента дейді, оны соның астына шығарып қоюға болады. Мысалы, өзіңіздің прайс, отзывы деген пікірлер, сондай бір меню ретінде шығарып қоюға болады. Және түрлі шрифттер қолдана аласыз. А деген иконкасын бассаңыз жеткілікті. Ол текст жазылады. Сіз әртүрлі текстті жазып, оны өңдей аласыз. Сол жерде түстерін, стилін барлығын өзгерте аласыз. Және тікелей эфирге шығу мүмкіндігі бар. Instagram Stories'ін Facebook желісінде бөлісе аласыз. Оны, мысалы, және оны посттарды да Facebook'та бөлісуге болады негізі. Қазір Stories ең үздік медиа формат. Сондықтан ол дамый береді. Және одан да басқа әртүрлі оның функциялары жетерлік. Ішінде жазуға да болады қарындашпен.
сауалнама әртүрлі айтқанымдай әртүрлі функция бар, сондықтан осы сторизді мүмкіндігінше барлығын қолдануға болады және ол сізге жақсы әсер етеді сіздің парақшаңызға. Қазір сторис ең үздік медиа формат. РБК Капитал айтуынша 2018 жылы Инстаграм қолданушылардың 31%-ына айына бір рет болса да сторис жариялаған. 2017 жылы стористі 21% ғана қолданатын. 2018 жылы аптасына қолданушылардың 44% сторис қараған. Яғни ол күннен күнге дамып келеді. Қазір осы жылы да одан да көбірек сторизер қарап отыратын оқырмандар пайда болды және сондай блогерлар да бар. Олар тек қана сол сторизге, көбінесе сторизде өзінің өмірін, барлығын сол коммуникация барлығын сторизде өткізеді. Көбінесе сторизді қарайды, лентаны өте көп қарамайды, сторизге қарай назарлары беттелген. Инстаграм сторизін әлемде күніне 400 миллионнан астам адам қолданады. Және аталған көрсеткіштер күн өткен сайын арта түсуде. Бұл біздің сторизді тез арада қолға алуыңыз керек деген сөз. Яғни сіз осы сторизді міндетті түрде өзіңізге ұтымды қолдануыңыз, пайдалануыңыз қажет. Сторис режимдері. Инстаграмда сториздің негізгі 8 визуализация режимі бар. Және ол ақырындап қосылып отырады. Текст бірінші режимі, түрлі түсті фондарға мәтін жазу, тікелей эфир, аудиториямен лайф режимінде сөйлесу. Әдеткі сторис экранның төменгі жағындағы домалаққа бір басып, сурет 10 секунд басып видеоға түсіру. Және бумеранг қайталанатын форматтағы қысқа видео. Суперзум камераны нысанға жақындату арқылы түсірілетін арнайы музыкасы бар 3 секундтық видео. Кері түсірілім, кері қарай жүретін видео. Свободные руки, саусақпен домалақты басып тұрмай, қолыңыз бос болатын 15 минуттық видео. Қолыңызбен ұстамайсыз, ештеңе бір басасы болды. Өзі 15 минутта бір видео түсіреді және өшіріледі. Яғни тоқталады деген сөз. Библиотека. Сурет, видео немесе бумерангты телефоныңыздан жүктеу. Және тағы бір режим, ол коллаж режимі. Көптеген әртүрлі суреттерді бір суретте, бір экранда орналастыру. Ол видео немесе фото өзіңіз жасап көруге болады. Сторис форматы. Фотоның форматы 9:16. Яғни пиксельмен 1080 де 1920 пиксель. Оны әрдайым сіз білу қажетсіз. Фото салсаңыз да осындай размерде фото болу қажет, немесе рекламды жанамалық макет. Себебі ондан үлкен болса, ол сығымдалып, оның качествосы, сапасы түсіп қалады. Және видео форматы MOV және MP4, MP4 немесе GIF форматында. Мүмкіндігі 600 пиксель кемі. Және ұзақтығы 15 секундтық қана, бір сторис 15 секундтық, сондықтан ұзақтығы 15 секунд. Файл өлшемі 4 гигабайт, ол максимум. Яғни размері үлкен, салмағы үлкен фото немесе видео жүктейтін болсаңыз, Инстаграм өзі сығымдап, мөлшерін азайтып, фото немесе видеоның сапасын нашарлатып тастайды. Сондықтан барлығын осы формат бойынша жасауыңыз қажет. Немесе соған қарай өзіңіз әртүрлі редакторларда, қосымшаларда түзетуіңіз қажет. Қандай да бір видео редактордан монтаж жасап аларда мөлшеріне де назар аударыңыздар.
болашақта бұл цифрлар керек болады. Сторизді қолдану. Аватар белгісін басып, сторизді ашасыз. Ашылған камерада сурет немесе видео түсіресіз, немесе галереядан өзіңіздің дайындалған суретіңізді немесе видеоңызды жүктейсіз. Ол барлығы осы видеода осы көрсетілген қарап отырыңыз. Және өңдеу, оны да видеода қарап отырыңыз, барлығы практика түрінде көрсетіліп жатыр. Фильтр, мәтін, эмоджи, гифка қолдануға болады. Әртүрлі фильтр бар, экран бетін оңнан солға, солдан оңға сипап өзгертуге болады. Одан басқа фильтрлерді қосу үшін экранның жоғарғы жағында фильтр иконкасын смайл басамыз. Төменде шыққан фильтрлердің ішінен қажетін таңдаймыз. Ал бар фильтрлермен оны жай ғана оңға солға жылжытып өзгерте аламыз. Және АА белгісін басып мәтін жазуға болады. Мәтіннің көлемін саусақпен үлкейтіп немесе кішірейтіп аламыз. Шрифттің түсін өзгерту үшін шрифтті басып, экранда шыққан түстерді таңдайсыз. Мәтіннің астына фон қойғыңыз келсе, экранның жоғарғы оң жағындағы А белгісін басасыз. Шрифттің стилін өзгерту үшін экранның жоғарғы жағында ортада тұрған стильдердің біреуін таңдайсыз. Бұл әртүрлі стильдер, видеодағы көрсетілгендей әртүрлі стильдер бар. Печатный машинка, сонда неон әртүрлі, соны қарайсыз, және ол толықтырып отырады, иншалла. Экранның жоғарғы оң жақ бұрышында АА белгісімен қатар тұрған кез белгісін, яғни сурет салу, кист белгісі басып сурет салуға болады. Кист өлшемін экранның оң жақ шетіндегі ұзын белгіні жылжыту арқылы өзгертесіз. Және түстердің барлығын, жуандығын барлығын өзіңіз реттеп сурет салуға болады. Және төмен сырғысаңыз, оның жуандығы жіңішкереді. Және сол кист ашылған кезде әртүрлі өшіргіштер, әртүрлі қаламдар, белгілер шығады. Соны басып, өзіңіз таңдайсыз. Бұл прозрачный маркер, неон, қалам, фломастер, әртүрлі сондай палитралы таңдауға болады. Және төбедегі төмен бағытталған стрелка белгісі суретті галереяда сақтауға мүмкіндік береді. Яғни осы сторизде тұрған үстіндегі стрелка, яғни бағдар, төменге қарап тұрған бағдар, ол сторизіңізді өзіңізге телефоннан галереяға сақтап алу деген сөз. Яғни видео болса, видеоны сақтап алуға болады. Яғни сторизға жариялағанға дейін де, кейін де сақтауға болады. Шынжыр белгісін басу арқылы сайтқа сілтеме қоя аласыз. Яғни сілтеме ол цепочка сияқты белгісі үстінде тұр. Соған басып сілтеме қоя аласыз. Жүктелген, түсірілген сториздің бетіне хэштег, геотег қойға және басқа аккаунттарды белгілеуге болады. Сұрақ қоюға болады, сауалнама жасап, тест жасап, әртүрлі құмсағат, яғни обратно счет, мысалы акцияға дейін осыншама күн қалды дегендей, әртүрлі гифкалар қойып, эмоджилар, жаңа оның алдында көрсетілді видеода суреттер, тест қоюға болады, сұрақ қою, мысалы маған сұрақ қоя аласыз дегендей, видеода барлығы көрсетілген, осындай ешқандай да қиындығы жоқ. Соның барлығын баса отыра, соны суретіңіздің үстіне қойып отырасыз. Бұл функцияларды шығару үшін экранды жоғары қарай сипаймыз, немесе экранның жоғары жағындағы төртбұрышты смайл белгісін басамыз, яғни төртбұрышты смайлик белгісіне басамыз. Сториз статистикасын қарау және настройкаларын жасау. Сторизді жариялаған соң менюден қарай аласыз. Сторизді жоғары қарай көтерсеңіз, меню ашылады. Сторизді жариялаған фото-видеоны фильтр қойып, өңдеп, парақшада Фейсбукте бөлісе аласыз. Статистика, показы, подписки, навигация, посещение профиля, взаимодействие, интересный аталымдары бойынша статистикалық көрсеткіштер тұрады. Соның барлығын өзіңіз қарап шығасыз. Осы менюда жарияланып қойған, яғни уже қазіргі таңда жарияланып тұрған, әлі 24 сағат өтпеген сториздер, соның статистикасын қарап, және оны өшіруге немесе сақтап алуға болады. Өзіңіздің
телефоныңызға, яғни фотогалереяға. Сол кезде фотопленкаға сохранено деп жазылады. Және удаление, яғни бір сондай сурет тұрады. Удаление осы Windows-та сияқты сондай бір шелектің белгісі. Көздің белгісін бассақ, сторизді көрген қолданушыға тізімі шығады. Яғни кім осы сторизімізді қарап шықты, оларға хабарлама жіберуге немесе оларға көрінбейтіндей етіп жасырып қоюға да болады. Ол үшін көрген адамның қарсысындағы 3 нүктені басып, скрыть история от деп біз белгілейміз. Жоғарыда сол жақ бұрышта настройки иконкасын басып, сториздің настройкасына өтеміз. Мұнда хабарламаларға жауап беру, бөлісуге рұқсат беру, фотопленкада сақтау, архивте сақтау, фейсбукте бөлісу, белгілі бір аккаунттардан жасыру функцияларын өзгертуге болады. Настройки, продвижение фейсбукте бөлісу, өшіру, сақтап ол парақша жариялау, басқа қолданушыға жіберу, яғни парақшаға осы тұрған сториздегі бір публикацияны парақшаға, лента постына жариялап салуға да болады. Мәңгілік сторис папкасына да қосуға болады, яғни хайлайтстарға, иконкаларға меню ретінде. Және сториздің төменгі оң жақ бұрышындағы еще және выделить Facebook иконкалар арқылы да сол функциялар атқарылады. Пост жазу. Пост қалай жазамыз? Публикацияның мәтінін қалай жазамыз? Осы мәтін жазғанда сол 100% ақпараттың, яғни мәтінін беретін публикациядағы, оның 40% пайдалы ақпарат болу қажет. Бұл пайдалы кеңестер, рецептер, лайфхактар, тағы басқа маңызды сондай керек болатын. Сіздің оқырманыңыз оны закладкаға сохранение қоятындай керек болатын бір маңызды ақпарат. Және 30% әзіл немесе ойын сауық. Яғни өзіңізден әзіл қосасыз, кішкене сондай сочный қылып, қызықты қылып, өзіңізден өміріңізден қосасыз ба, немесе жай анекдот айтасыз ба, соны бір ретке келтіріп, ұштастырып дегендей оны жазасыз. 30%. Содан кейін 20%-ын жарнама, яғни өзіңіз не сатасыз, соны ақырындап әдемі етіп, баптап, сол 20% жарнамаңызды ақырын ішіне саласыз. Және содан кейін 10% мотивация беру. Яғни сіз адамды қанаттандырасыз, жақсы бір мотивация бересіз, осылай істейсіз, жолда қалмаңыз деп адамды кішкене қанаттандыру қажет. Яғни оны барлық адамдар психологик тұрғыда өзінің біреу мотивация бергенін қалап тұрады. Сондықтан 10% аздап өзіңіздің оқырманыңызға мотивация берсеңіз, әдемі түрде керемет болады. Және публикацияңыздың, яғни постыңыздың алғашқы 3 жолы сондай қызықты болу керек. Осы басында 3 жолы ашылып тұрады, мысалы, ол кезде ол оқығанда міндетті түрде далее деп басып, яғни алдындағы тексті оқу үшін қызығушылық білдіру қажет, яғни ол сондай қызықты текст болу қажет. Бұл пост жазудың, қызықты пост жазудың сыры.